Аяз атаға хат жазып жаңа жылдық сыйлық күткен маңғыстаулық Ғанибаевтардың тілегін полицейлер орындады. Ішкі істер басқармасының қызметкерлері Мұнайлы ауданындағы Басқұдық ауылында тұратын көп балалы отбасына барып сыйлық табыстады. 8 баланың бірі қалың тонға, енді бірі күртешеге, тағы бірі ойыншыққа қол жеткізді. Ақтау қалалық жергілікті полиция қызметінің инспекторы Бауыржан Айбеков пен жол патрульдік полициясының қызметкері Гүлшара Бахадырова бүгін қызметтік формаларын Аяз ата мен Ақшақардың әдемі шапанына ауыстырды. Мақсат жаңа жылда шағын ғана ауылда тұратын балаларға қуаныш сыйлау. Жыл сайын өйстіп, балдарға сыйлық тарап жүрем. Сүйікті кейіпкерлерін көрген балаларының қуанышында шек жоқ. Көп балалы отбасыға Аяз ата мен Ақшақар алғаш рет келіпті. Бала арманын орындайтын сиқыршы аталары құр келмеген. 8 баланың барлығына сыйлық үлестірді. Соқыр-моқыр танымас тірі жанды. Үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Үйдің үлкені жансаяға келген әдемі көйлек үстіне қона кетті. Рахат пен Гүлдананың етіктері шапшақ. Кішкентай Абдрахман болса жаңа ойыншық алғанына мәз. Мен бүгін қатты қуаныштымын. Мен Аяз атаға хат жазып едім. Аяз ата менің тілегімді орындады. Маған мынандай әдемі жылы жемпір әкеліп беріңізші. Енді бұны мен мектепке киемін. Інілеріме тәттілер, сыйлықтар әкеліп берді. Мен қатты қуаныштымын. Жаңа жылдық сыйлыққа алтын алқа иегері Мөлдір Ғанибаева да ие болды. Полицейлер қолынан іс келетін балалардың анасына тігін машинасын тарту етті. Сондай-ақ азық-түлік, көкөніс пен жеміс-жидекті сыйға тартты. Біздің бір парызымыз балдарды қуанту. Осы мақсатта біз осы отбасыларға келіп отырмыз. Жаңа жылда жаңа табысқа жетейік, мол бақыт болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Балалардың қуанғаны бізге де үлкен қуаныш. Олардың әрбір күлкісі отбасыларына амандық алып келсін, ата-аналар аман болсын. Осындай көмектесетін үлкен азаматтар көбейе берсін. Жаңа жыл тек бақыт алып келсін, тек балалар қуанып жүре берсін. Тәртіп сақшылары жаңа жылдағы игілікті істі жалғастыра бермек. Басқұдықтың балаларын қуантқан Аяз ата мен Ақшақар көрші ауылға бет алды. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.